Баршаларыңызға сәлем достар, сіздерге өте керемет рецептпен бөлісетін боламын. Өте дәмді, жұмсақ әрі нәзік болып шығатын маффин мен круассанның гибриді краффин рецептісі. Менің сүйікті рецептімнің бірі. Достар, видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізге керекті құралдар: ұн, сары май, қант, мак, тұз, өсімдік майы, жылы сүт, ашытқы, жылы су және жұмыртқа. Біріншіден ашытқымызға жылы суды құйып, араластырып 3-4 минут жылы жерге қоямыз. Ашытқымыз дайын болғанша жұмыртқа және қантымызды, тұзымызды қосып араластырамыз. Одан кейін жылы сүтімізді 2-3 бөлікке бөліп араластырамыз. Көтерілген ашытқымызды құйып араластырып, ұнымызды қосамыз. Ұнды 2-3 бөлікке бөліп илейміз. Өсімдік майын қосып илейміз. Басына да қосуға болады, сүтпен бірге өз еріктеріңізде. Қамырымыз дайын болды, өте нәзік, жұмсақ және қолға еш жабыспайды. Бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз көтерілді, енді 6 бөлікке бөлеміз. Бізде 12 краффин шығады, осындай формочкаға пісіреміз. Бізге жұмсартылған сары май, мак және мейіз керек болады. Қамырымыз өте жұмсақ, жұқа қылып жаямыз. Қаттарлы қамыр сияқты шығады слоеный тесто. Жұмсартылған сары майымызды толықтай жағып шығамыз. Сонан соң начинканы саламыз. Мак және мейіз, қалаған начинкаларын салсаңыздар болады. Және салғаннан кейін қамырымызды ораймыз. Орап қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бір бөлігін алып, біраз ұқсатып, әдемілеп орап шығып, противнге саламыз. Тестімізді формочкаға салып, 20-30 минутқа жылы жерге қоямыз көтерілу үшін. Пешімізді жылытып, 180 градусқа пісіретін боламыз. Пештен краффиніміз пісіп шықты, өте дәмді, жұмсақ, қош иісті. Достар, пісіріп көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар.